Қайырлы күн достар, келесі біздің жиынтық бағалауымыз ерітінділер және ерігіштік бөлімі бойынша талдап өтетін боламыз. Алғашқы сұрақ, назар аударайық. Заттардың суда ерігіштігіне қарай жіктеңіз және әр түріне 2 мысалдан келтіріңіз дейді. Ең алдымен бізде егер зат берілген ерітіндіде ерісе, біз оны сол ерітіндіде ериді деп атаймыз. Егер зат сол ерітіндіде ерімесе, сәйкесінше оны біз ерімейді деп атаймыз. Заттар жалпы судағы ерігіштігіне байланысты жақсы еритін, нашар еритін, іс жүзінде ерімейтін болып бөлінеді. Мысалы, бөлме температурасына 100 грамм суда 1 граммнан артық зат еритін болса, оны біз жақсы еритін деп айтатын боламыз. Мен жазып кеттім, жақсы еритін деп атайтын боламыз. Ал егер 100 грамм суда 1 граммнан аз зат еритін болса, онда біз оны нашар еритін деп айтатын боламыз. Ал егерде 100 грамм суда 0,1 граммнан аз зат еритін болса, онда іс жүзінде ерімейтін деп атайтын боламыз. Жалпы ерітінділер түрлері бізде қаныққан, қанықпаған деп бөлінеді. Егер заттың жаңа мөлшерін әлі де еріте алатын ерітінді біз қанықпаған ерітінді деп атаймыз. Ал берілген бір температурада ерітінді құрамындағы зат одан әрі ери алмайтын болса, онда бұл қаныққан деп атайтын боламыз. Түсінікті? Келесі, натрий хлоридінің массалық үлесі 10% массасы 300 грамм ерітіндісін даярлау үшін қажетті тұз бен судың массаларын есептеңіз дейді. Жақсы, ең алдымен сіздерге белгілі, біз алдымен формуланы жазып өтеміз. Массалық еріген заттың массасын қандай формуламен есептейміз? Омега көбейтілген масса еритін зат бөлінген 100%. Қазір осы формулаға қоямыз, және ал именно судыкін табу үшін масса су массасын аламыз, масса еритін зат. Міне осы екі формула арқылы біз табатын боламыз. Ең алдымен бірінші формулаға қойып кетейік. 10% көбейтілген 300 грамм. 300 грамм ерітінді, ерітіндің массасы. Бөлеміз 100%-ға. Осыны есептесеңіздер, сіздерде болады 30 грамм. Енді масса еритін зат, ерітіндіден еритін заттықын алуымыз керек. Масса ерітінді. Бізде 300 грамм. Аламыз жаңағы тапқан санымызда 30 болады, 270 грамм. Бұл судың массасы екен. Түсінікті? Кеттік әрі қарай. Айран ұйыту үшін 4 кг сүтке 40 грамм ұйытқы салынды. 4 кг сүтке 40 грамм ұйытқы. Айран ұйытқының массалық үлесін есептеңіздер. Дәл жаңағы формула, бірақ керісінше массалық үлесті қалай табамыз? Массалық үлесті масса еріген зат көбейтеміз 100%, және масса
ерітіндіге бөлеміз. Ең алдымен біз мынау 4 килограммды граммға ауыстырып алуымыз керек. Ол бізде 4000 грамм болады. Енді соны мына формулаға қоямыз. 40 грамм еріген зат бізде 40 грамм. Көбейтеміз 100 пайыз. Оны бөлеміз. Жаңағы ерітіндіге 4000 грамм болады. 1 килограммда 1000 грамм бар, демек 4 килограммда 4000 грамм болады. Бұл бізде 1% екен. Түсінікті? Келесі, калий гидроксидінің көлемі 1500 мл ерітіндісінде 16 грамм еріген зат болса, осы ерітіндінің малярлық концентрациясы қанша болатын есептеңіз. Жақсы, енді біз малярлық концентрацияны жалпы қандай формуламен табамыз, сол формуланы жазып кетейік. Жаңа айтып өткенде, ең алдымен біз формуланың барлығын жазып кетуіміз керек. Масса еріген зат бөлеміз. Малярлық масса ерітінді көбейтеміз. Осы формулаға қойып өтейік. Сәйкесінше ең алдымен біз малярлық массаны табуымыз керек. Малярлық масса калий гидроксидінің, оны сіздер есептеуді білесіздер. Бұл бізде 56 грамм на моль. Енді барлығын біз мына формулаға қоятын боламыз. 16 грамм бөлінген мынау 56 грамм на моль көбейтілген қанша? 1500 мл ерітіндісі 1,5 литр деп аламыз. Литрге ауыстыруымыз керек. Грамм мен грамм қысқарады. Жауабы болады 0,19 литр на моль. Түсінікті? Осымен біздің ерітінді және ергіштік бөлімі бойынша быжыбымызды талдап өттік. Сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға қалдырып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған химия онлайн арнасы.